Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қамыры жұп-жұқа болып, дәмі тіл үйіретін өте керемет манты жасайтын боламын. Қамыры да езілмей шығады, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа салып, оның үстіне тұз бен суды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Мен қажет заттардың бәрін описание бөліміне жазып қалдырамын. Осы атауы тұрған жерде бассаңыздар, описание бөлімі шығады. Енді алдын ала еленген ұнымызды салып, осылай қамыр илейміз. Дәл мөлшердегідей қылып жасаймыз. Артық су, ұн қоспаймыз. Мінекей осылай қаттылау қамыр иленді. Енді осыны пакетке салып 5-10 минутқа тындырып қойыңыздар. Мінекей қамырымыз тынғаннан соң осылай алып, қамырымызды басып суалаша жасайтын боламыз. Зуала жасап болған соң тағы да пакетке салып, міндетті түрде тағы да демалдырып алыңыздар. Қамыр өте әдемі, жұмыс жасауға ыңғайлы болып шықты. Қамырымыз тынғанша енді салмасын дайындайтын боламыз. Тартылған еттің үстіне пияз, қара бұрыш, тұз салып, тағы да үстіне 1-2 қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырдым. Осындай қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, төмендегі подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді қамырымызды жаямыз. Бірінші осылай қолыңызбен басып алыңыздар. Үстіне ұлпа сеуіп, енді оқтаумен жаямыз. Алдымен шеттерін жайып алыңыздар, сонда қамырымыз өте әдемі дөңгелек болып шығады. Қамырды жайғанда 2 шетін ғана басып жайыңыздар, ортасына қолдарыңызды бармаңыздар, сонда қамырымыз өте жұқа болып шығады. Мінекей қамырымыз жұп-жұқа өте әдемі дөп-дөңгелек болып шықты. Енді осы қамырды бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл мантымыз үлкен болып түйілетін болғандықтан, бөліктерді де үлкен етіп кесіп алыңыздар. Әр мантының көлемі 20 сантиметрдей болу қажет. Егерде қамырымыз қалың болып жатса, осындай бөліктерге бөлгенде жұқартып алсаңыздар болады. Менікі жұп-жұқа болғандықтан осылай бөліп жатырмын. Енді салмасын салуымыз керек. Осындай аз мөлшерде салмасын салып, тағы жайып жібереміз. Осылай түйіп шығамыз мантыларымызды. Салмасын не үшін аз деп сұрамаңыздар. Себебі бұл мантының өзі осындай жұп-жұқа болып шығатын болғандықтан, салмасын өте аз саламыз. Осылай бәрін түйіп аламыз. Енді мантыларымызды осылай орналастырамыз. Бұл өте үлкен болғандықтан үстіне май жағып, үстіне қойып шыға берсеңіздер болады. Піскенде жабысып қалмайды.
Мінекей осылай майлап аламыз барлығын. Одан соң 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей мантыларымыз дайын болды. Өте әдемі, қамыры жұп-жұқа болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.